Бәріне сәлем. Алдыңғы сабақтағы to be етістігі толық түсінікті болды деген ойдамын. Ал бүгінгі видеода біз question types, яғни сұрақтың түрлерін үйренетін боламыз. Бізде екіге бөліп жатырмыз. Yes, no question or special question. Екі түрге бөлеміз. Yes, no question дегеніміз бізде атайды тұрғандай я немесе жоқ деген сұрақ форматы. Алдыңғы to be етістігін өткен кезде мен саған осы форматты үйреткен болатынмын. Ол қалай yes, no деп аталады? Мысалы, мен сұрақ қоямыз, біз білеміз. Are you American? Сен америкалықсың ба деген сұраққа бізде екі-ақ вариант бар. Yes, егер де ол америкалық болатын болса, yes, I am. Егер де жоқ болатын болса, no, I'm not. Яғни бізде екі-ақ вариант бар, я? Сол сияқты, is he from China? Ол Қытайдан ба? Yes, he is. No, he isn't. Бізде екі-ақ қана вариант бар. Бұл жердегі сұрақтардың барлығы подтверждающий, яғни біз оны сұрақтан ба екенін біліп тұрмыз. Я немесе жоқ деген ғана вариант бар. Сол секілді, am I a student? Мен студентпін ба? Yes, I am. Я, мен сондай студентпін. No, егер де жоқ болатын болса, no, I'm not. Сонда бізде yes, no question'да тек қана yes немесе no деген жауап беріледі. Ал бұл жердегі фишка бізде не кетеді бірінші? To be етістігі алдында жүреді. Am, is, are. This is a yes, no question. Бұлардың барлығы yes, no question. Ал енді бұл біз үнемі сұрақтардың барлығын сен америкалықсың ба, ол Қытайдан ба деп тек қана олай подтверждение сұрай білмейміз ғой. Ал біз кей кезде өзімізге керек сұрақ, қашан, қайда, ол қалай, неге деп ше, қанша штук, қанша ақша деп біз арнайы сұрақ қойғымыз келеді, прям жауап алғымыз келеді. Сол кезде бізге көмекке special question, яғни арнайы сұрақ пайда болады. Мысалы, арнайы сұрақ қою үшін бізге арнайы сөздер керек. Мысалы, сен бір заттың не екенін, немесе сенің туған күннің датасы қандай күнде екенін білу керек болғанда біз қоямыз what. What дегеніміз бізде не деген мағынаны білдіреді. Не немесе нелер деп. Одан кейін who. Біз мысалы бір екі кісі кетіп барады, біз айтамыз олар кімдер? Или ол кім? Ана қыз кім деген кезде біз қоямыз who. Яғни кім бізде who деген мағынаны білдіреді. Where are you from? Қайдансың деген кезде біз қоямыз where. Немесе қайда кетіп бара жатсың? Қайдан боласың деген кезде бізде бұл жерде where арқылы біз не сұраймыз? Адрес сұраймыз. Так, келесі when. Қашан? Сенің туған күнің қашан? Біз именно уақыт сұраған кезде не қоямыз? When қоямыз. Қашан? Сен неге кешігіп келдің сабаққа? Неге тапсырманы орындамай келдің деп себебін сұраған кезде біз қоямыз why. Неге? Қалың қалай? How. Қалай деген бізде how. How сұрағы қалай болып табылады. How old біз жасы нешеде екенін сұраймыз, Жасы нешеде. Ал енді осы жерде қанша орындық бар сыныптың ішінде, немесе мына бокалдың ішінде қанша су бар деген кезде біз қоямыз how many немесе how much. Бұл жерде айтып өтейін, how many деген үнемі қолымызбен санауға келетін заттар, Мысалы менің қолымда қанша маркер бар? Мен айтамын 2 маркер, яғни санай аламын. Ал бутылканың ішінде қанша су бар деп мен санай алмайтын не болса, сөздердің барлығына how much-ты қолданамын. Бірақ екеуі де қанша деген мағына береді. Қанша штук, қанша литр, қанша бутылка деген. Тағы бір лайфқа айтып кетейін. How much сөзінің екінші біздегі сұрақтың мағынасы бізде қанша теңге. Кез келген заттың бағасын сұраған кезде how much дейміз. How much is it? How much the apples? How much are they? Деген сияқты. Екіншісі ақша сұраған кезде деп қояйын. Ақшаға қанша? That's all. Осы сөздерді қолдану арқылы біз арнайы сұрақ қоямыз. Ал дәл қазір, давайте практикаға көшейік. Мен қалай структурасын жасау керектігін үйретемін. Ал енді практикаға көшейік, қалай арнайы сұрақтың формасын жасаймыз. Жалпы бізге бірінші керек, үнемі арнайы сұрақ жасауға қолданатын сөздердің барлығы бірінші келеді. What, who, why, where. Одан кейін мысалы бірінші қарап көрейік what. What'тан кейін біз не келеді? Ар жақтағы сұрағымыздың барлығы не еді? Біз to be етістігін сөйлемін жасаған кезде бірінші to be етістік, потом кім, потом ары қарай сұрақтарымыз кетеді. Тура соның алдына просто біз қоямыз арнайы сұрақтарды. Мысалға, ол не деген сұрақ қояйық? Мына маркерді сұрап атамыз, Не деген затты сұрау үшін мен what қоямын, What. Бірінші анықтап аламын, мен маркер туралы сұрап, маркер ол it. It болған кезде қандай to be етістігі қойылады? Is. What is it? What is it? Ол не? Бұл жерге мен я немесе жоқ деп жауап бере алмаймын, оны айтуым керек. Ол маркер деген сияқты. Енді қараймыз. Мына жерде it болып тұр,
it болғандықтан мен не туралы айтамын тағы да? It деп айтамын. Ол, it, сипаттап жатырмын. It is a marker. Осылай сұрақ жауап пайда болады. What is it? Именно it туралы сұрап жатырмыз, маркер туралы. Жауапты да it, яғни зат туралы айтып жатырмын. What is it? It is a marker. Келесі who дегенге қарап көрейік. Who деген біз адам сұрауымыз керек. Мысалы, біз екеуміз отырмыз, ар жақтан екі қыз келе жатыр. Сен айтасың, "О, hello" деп ол қыздар танисың да, мен сұраймын. Олар кімдер? Я, олар кімдер өзі деп айтамын. Так, олар туралы сұрап жатырмын. Бізде олар деген they. They болғандықтан қандай to be етістік келеді бізде? Are. Who are they? Олар кімдер? Мен қандай немен жауап беремін? Олар туралы айтып жатқандықтан they. Оларды сипаттаймын және етістік керек маған. They are my sisters. Мысалы, сен айтасың. Олар менің әпкемдер, я? Немесе олар менің сестренкаларым. They are my sisters. Сондықтан біз немен сұрақ қойдық? Who are they? Олар кімдер? Сен жауап бердің, олар менің сестраларым. Түсінікті ғой. Так, енді қарайық. Why-ға қарап көрейік. Мысалы, сен сабаққа кешігіп келдің. Мен айтамын. Сен неге кешіктің? Я? Сен неге кешігіп келе жатсың деп мен сенен сұраймын. Сен деген бізде you. You болғандықтан қандай to be етістік қоямын? Are. Why are you? Кешігу дегенді қазір жазып жіберейін. Кешігу бізде late. Why are you late? Неге кешігіп жатсың? Бұл жерде бір айтатын лайфхак. Үнемі why мен сұрақ қойған кезде, неге, не себепті деген кезде біз жауап береміз? Because. Yeah? Because. Өйткені мен пробкада болдым деп айтайық, я? I was in a traffic. Неге деп сұрап тұрмыз? Why are you late? Неге кешіктің? Because. Өйткені осындай себебін түсіндіріп бастаймыз. Так, where-ға қарайық. Қайда? Бізде өте көп сұрақ қоятыны, айтамыз, так, менің очкиім қайда? Бір зат жоғалтып алдық. Менің очкиім қайда? Менің киімдерім қайда? Немесе сен қайдан боласың? Сен қазір қайдасың деген сұрақтың барлығын осымен қоямыз. Давайте былай қояйық. Анна қайдан болады деп сұрақ қояйық, я? Давайте Анна туралы сұраймыз. Анна болғандықтан біз қоямыз is. Where is Anna from? Анна қайдан осы? Я, қайдан болады? Мен сұрақ қоямын, Анна туралы айтып жатырмын. Анна деген кім бізде? She. Я, значит, біз айтамыз Анна. Аннаға біз не қоямыз? Аннаны сипаттап жатырмыз. Anna is from, for example, Canada. Анна Канададан. Anna is from Canada. Anna is from China деген сияқты кете береді. Мына жерде жауабы алу мақсаты не болып тұр? Бұның адресін біліп тұру, білу болып тұр, қайда екен. Ал мына жерде жауап не болып тұр? Канададан. Яғни адрес орынға келді. Так, сол сияқты when. Сен туған күнің қашан? Маған қызық өте. Маған датасын білуім керек, я? Немесе сенің мамаңның туған күні қашан деп көрейік. Давайте мамаңның деп көрейік. Your mother. Your mom деп қоя салайын. Your mom бізде ойлап қараймыз, ол she. She болғандықтан бізде қандай to be етістігі кетеді? Is. When is your mom's, мамаңның туған күні? Birthday. Не айтамыз? Оның туған күні 15-ші май деп айтамыз. Your birthday. Оның туған күнін сипаттап жатырмын. Оның туған күні, значит, ойлап қараймын, ол it. Туған күні ол бізде жаны жоқ қой. Is 15th May. Менің жауап алу мақсатында қойылған сұрағым қашан еді? Жауап алынды. Қашан? 15-ші майда. Қайдан? Канададан. Неге? Жауабын алдым. Олар кімдер? Жауабын алдым. Ол не? Оның да жауабын алып алдым. Тура осы сияқты қоя береді. Так, келесі тоже бізде. How, for example, how are you? Сенің қалың қалай, я? For example, или I'm fine деуі мүмкін. Мен жағдайым жақсы. I'm good деп кете береді. Жағдайын сұрап тұр. Так, келесі how old? How old is he? Ол нешеде? He is 25. Ол 25-те. Менің оның жасы керек болып тұр. Сондықтан мен how old деп жасын сұрап тұрмын. Сол себепті менде how old деген сұрақ келеді. Так, мына жердегі how much-қа қарайық. Бұл жердегі how much ақша сұрау мақсатында қойылып тұр. Мына жерге ақша деп қояйын.
қазір не үшін бөліп жатқанымды түсіндіріп беремін. Мысалы айтамын, бүйтіп неге келемін, сатып алатын магазинге келдім да, алмалар қаншадан? Алмалар қанша теңге тұрады деген кезде мен сұраймын, алмалар, олар. Давайте көрейік, apples. Apples болғандықтан ойлаймыз, ол көп, яғни they. They болғанда бізге қандай to be керек? Are. How much are apples? Алмалар қаншадан, айтамын, they are. Сатушы айтады, they are, олар. For example, 25 теңге. Per kilo. Килограммына 250 теңге. Главный бізде ақшасын сұрап тұрмыз, қанша деп. И бізге жауап беріп тұр, 250 теңге килограммына деген сияқты, Бұны неге мен ерекше қылып айттым? Өйткені астындағы how many, how much деген қанша деген, бұл жерде біз штугын сұрауымыз керек. Қанша штук бар, қанша литр бар, қанша бутылка бар деп. Ал бұл жерде бізге сұрап жатқан затымызды сразу жазуымыз керек. Мысалы, how many дедім, how many мен айттым, оны саналатын затқа қолданып тұрмын. Мысалы, мына бөлмеде қанша орындық бар деп қоямыз. How many chairs are this room? How many chairs are in this room? Осы бөлменің ішінде дейтін болсақ, біз in деген артикльді қоямыз, ал on деген болсақ, үстінде деген сияқты. И мына жерде мен штугын жазамын, For example, they are 3 chairs. Олар именно 3 орындықтар. Немесе there are 3 chairs. Бұл жерде мына бөлменің ішінде именно 3 орындық бар. Бұл жердегі мен айтқан акцентім how many дегеннен кейін сразу сұралатын затты қоямыз. Қанша орындық, қанша бала бар, қанша қыздар бар деген сияқты. Ал how much бізде саналмайтын. How much, for example, how much, қанша, давайте қанша су бар ана бутылкада деп айтайық. That bottle. How much water in that bottle? Ана бутылкада қанша су бар? И біз айтамыз, there is, for example, a glass of water. Бұл жерде бір стакан ғана су бар. Немесе грамм деп айтсақ та болады. 200 грамм, 300 грамм деген сияқты осылай кетеді. Бұл жердегі айтқым келгені, мына арнайы жауап алу үшін біз неге, қашан, қайда, қалай, жасы нешеде, біз не қоямыз? Арнайы сұрақ қоямыз. Ал бізге yes, no деп, жоқ, тек қана оның подтверждающий жауап алу мақсатында біз қоямыз yes, no question'ды. Are you, немесе is he, немесе am I деген сияқты. That's all. Осы сабақты жақсылап түсінікті болды деген ойдамын. Өйткені арнайы сабақ бүкіл жерде, барлық ситуацияда өте көп кездеседі. Сондықтан жақсылап жаттап алыңа, практикада қолдануыңа тілектеспін. See you!